Тілдер мерекесінің Ахмет Байтұрсынұлына тікелей қатысы бар. Өйткені қазақ әліпбиін жасаушы ғалымдарымыздың бірі Ахмет Байтұрсынұлы, және 5 қыркүйек күніне де қойылуының басты себебі осы 5 қыркүйек Ахмет Байтұрсынұлының туған күні. Сол себепті де Қазақстан Республикасының президентінің заңымен 5 қыркүйек тілдер мерекесі болып бекітілген. Тілдер мерекесінің Ахмет Байтұрсыновпен байланысты, өйткені осы күнде Ахмет Байтұрсынұлы туылған. Сол себепті. Енді тіл мерекесі бұл біздің 5 қыркүйек біздің Қазақстанда тіл мерекесі болып саналады. Ол себебі біздің Қазақстанда 130-дан артық ұлт пен ұлыстар тұрады. Сондықтан тіл мерекесін бізде қазір әсіресе мемлекеттік тілді құрметтеу, оны маңызы өте жоғары. Сондықтан қандай ұлт болмасын, мемлекеттік тілде білу керек, соны құрметтеу керек деп ойлаймын. Және Қазақстанда барлық ұлттың тілін құрметтеу керек деп ойлаймын. Орыс тілі, жаңағы ұлтаралық тілдер, қарым-қатынас тілі дейміз. Қазір кезде 3 тілділікті жоғарғы бағалап жатыр ағылшын тілі халықаралық тұрғыдан. Сондықтан тіл мерекесі үлкен маңызды рөл атқарады. Осы жаңағы ел ынтымағын сақтауда, ел бірлігін сақтауда тіл деген өте керемет құрал деп ойлаймын. Әрине, ол тіл мерекесі бекер қойылмаған, себебі біздің мемлекет көп ұлтты мемлекет. Сондықтан әр ұлттың тілі ол әрқайсысына өзіне құнды. Енді біздің мемлекеттік тіліміз қазақ тілі, сондықтан әр азамат қазақ тілді білуге, меңгеруге, сүюге міндетті деп ойлаймын. Сондықтан қанша ұлт бар, сонша ұлттың тілін білмесе де басқа ел бірақ құрметтеу керек деп ойлаймын. Сол құндылық. Енді мемлекет тарапынан мемлекеттік тіл ретінде мәртебесін көтеру қазақ тілінің, ол жалпы мемлекет тарапынан қолдау болу керек. Осы қазіргі таңда мемлекет тарапынан көптеген қолдаулар жасалынып жатыр, насихатталып жатыр. Ал енді мектеп білім беру ошағында өзіндік күшейту, оны қолдау, насихаттау іс-шаралары да өзінің ағысымен жүріп жатыр. Енді оның бірін айта кететін болсақ, тіпті мемлекет тарапынан тәрбие бағытында беріліп жатқан апталық, айлық, дәйек сөздер, мақал мәтелдердің басты назарда болуының өзі осы мемлекеттік қазақ тілінің мәртебесін көтерудің бір іс-шарасы деп айтуға болады. Жалпы сабақ барысында ұстаздар тарапынан тілдің өзінің әдеби тіл нормасы сақталса, мемлекет тарапынан болсын, білім беру ошағы, мектеп тарапынан болсын, өте көптеген іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр қазіргі таңда. Қазақстан халқы тілдер күні 1997 жылы 5 қыркүйек күні біздің ұлт мақтанышымыз, яғни ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы дүниеге келді. Сол себепті тілдер мерекесі соған орай аталып өтіледі.